Сәлем студент, қалың қалай? Бұл видеода біз сенімен Гаусс әдісімен теңдеулер жүйесін шығаратын боламыз. Қосымша сұрақтарың болса комментарийға жазып кетсең болады. Сонымен сабағымызды, яғни есеп шығаруды бастайық. Гаусс әдісімен теңдеулер жүйесін шығару үшін сіздерге коэффициент керек болады және де матрица керек болады. Яғни біз мына коэффициенттерін матрицаға жазып шығамыз. Бірінші теңдеудің коэффициенті 1, 1, 1, яғни 1, 1, 1. Кеңейтілген матрица жасаймыз да, мына жауабын жазамыз 6 деп. Келесі екіншісінің коэффициенті 2, 3, 1. 2, 3, 1 және 13. Келесінікі 1, 2, 3, 13. Енді қараңыздар, біз бұл жерде үш бұрышты матрицаға келтіру керекпіз. Үш бұрышты матрица дегеніміз не? Мына матрицаның диагоналінің астындағы мына сандар 0-ге тең болу керек. Соған ықшамдап, көбейтіп, қосып келтіру керекпіз. Сонымен бастайық. Мұнан әзірше кетіріп тастайын. Бұны шығару үшін давайте былай жасайық. Ең бірінші бірінші жолды 2-ге көбейтіп, екінші жолдан азайтайық. Міне. Бірінші жол жазып қоям. 1, 1, 1 де 6. Так, 1-ді 2-ге көбейтем. Бірінші жолды 2-ге көбейтем. 2, 2-ден 2-ні азайтам. 0. 2-ге көбейтем 2, 2-ден 3-ті азайтам. Минус 1. 2-ге көбейтем 2, 2-ден 1-ді азайтам. 1. 2-ге көбейтем 12, 12-ден 13-ті азайтам. Минус 1. Енді үшінші жолды 0-ге айналдыру үшін давайте бірінші жолдан үшінші жолды азайтып жіберейік. 1-ден 1-ді азайтам. 0. 1-ден 2-ні азайтам. Минус 1. 1-ден 3-ті азайтам. Минус 2. 6-тан 13-ті азайтам. Минус 7. Енді қараңыздар, маған мына минус 1-ді 0-ге айналдырып жіберу керек. Ол үшін екінші жолға үшінші жолды қосайық. Азайтайық даже. Қосқанда минус 2 шығады, сол себепті біз азайтып жіберейік. Сонда бізде бірінші жол тұра берсін. 1, 1, 1 де 6. Қараңыздар, мен мына қай жолды соңғы жазып жатырмын, сол жолды өзгертіп жатырмын. Екінші жолды жаздым ба, соңғысын екінші жолды өзгерттім. Үшінші жолды жаздым ба, үшінші жолды. Мұнда үшінші жолды жаздым ғой, соңғы. Үшінші жолды өзгертем, яғни 2-ге тиіспеймін. 1, 1, 1, 0, минус 1, 1, минус 1. Енді 2-ден 3-ті азайтам. 0-ден 0-ді азайтам. 0. Минус 1-ден минус 1-ді азайтам. 0. 1-ден минус 2-ні азайтам. 3. Минус 1-ден азайтам. Минус 7-ні 6. Міне. Біз үш бұрышты диагоналға келтірдік. Енді бұл жерде бізде x-тің коэффициенті, y-тің, z-тің және мынау жауабы, иә. Сонда мына үшінші жолда алам, яғни z-тің коэффициенті 3z, ол бізде 6-ға тең екен. Сонда z-іміз 2-ге тең. Енді мына екінші жол арқылы y-тан. Y-тің коэффициенті минус y плюс z тең минус 1, минус y плюс 2 тең минус 1. Y тең болады, сонда бізде 3-ге, иә, y таптық. Енді x табамыз бірінші жол арқылы. Коэффициенттер 1-1-ден екен, яғни x-қа қосылған y қосам z 6-ға тең. Y бізде 3-ге тең, мынау 2-ге тең, тең 6, x-міз сонда 1-ге тең екен. Осылай қарапайым түрде Гаусс әдісімен теңдеулер жүйесін шығардық. Келесі екінші есепті шығарайық. Ол үшін әрине ең алдымен коэффициенттерін жазып шығайық. Ол бізде 4, 3, минус 2 де 4. Так, 1, 2, 1, 8. Және де 3, 2, 1, 10. Енді қараңыздар, бізге негізі матрицадан үш бұрышты матрицаға келтіру үшін мына бірінші жол 1-ден басталған бізге выгодно болады. Сол үшін мына 1 мен екінші жолын орнына ауыстырып жіберейік. Или давайте мынаны бірінші жолға апарайық, мынаны екінші жолға апарайық, мынаны үшінші жолға апарайық. Сонда 1, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 10, 4, 3, минус 2 де 4. Енді давайте бірінші жолды көбейтейік 3-ке, азайтайық екінші жолдан. Бірінші жолды тура солай көбейтейік 4-ке, азайтайық үшінші жолдан. Кеттік. Бірінші жол тұра берсін. 1, 2, 1, 8. Так, 3-ке көбейтем 3, 3-тен 3-ті азайтам. 0. 3-ке көбейтем 6, 6-тан 2-ні азайтам. 4. 3-ке көбейтем 3, одан 1-ді азайтам. 2. 3-ке көбейтем 24, 10-ды азайтам. 14. Так, келесі 4-ке көбейтем 4, одан 4-ті азайтам 0. 4-ке көбейтем 8, 8-ден 3-ті азайтам 5. 4-ке көбейтем 4, 2-ні азайтам, минус 2-ні азайтам 6. 4-ке көбейтем 12, 4-ті азайтам 28. Давайте енді екінші жолды 2-ге бөліп жіберейік. Сонда менде 1, 2, 1, 8, 0, 2, 1, 7, және де 0, 5, 6, 28 қалады екен. Екінші жолды 2 жарымға көбейтіп, үшінші жолдан азайтайық.
Так, кеттік. 1, 2, 1, 8. 0, 2, 1, 7 тұра береді. Енді екінші жолды мынаны 2 жарымға көйтіп, үшінші жолдан азайтам. 2 жарымға өтем 0, 0-ден 0-ді азайтам 0. 2 жарымға өтем 5, 5-тен 5-ті азайтам 0. 2 жарымға өтем 2 жарым, 6-ны азайтам минус 3 жарым. 7-ні 2 жарымға көйтетін болсам, 17-те 5, одан 28 азайтсам, минус 10-да 5 шығады, сонда мына жерім минус 10-да 5. Так, z-дің бағаны шықты, сонда минус 3 жарым z тен минус 10 жарымға. Z тен болады 3-ке. Z-ті таптық, енді мына екінші жолмен y-ті алайық. Y-дің коэффициенті 2y, z-тікі 1 тен 7. 2y плюс 3 тен 7, 4 болады, y-ім 2-ке тен, е? Енді x-ті бірінші жол арқылы алайық. x қосылған 2y қосылған z тен 8-ге, x қосылған 4 қосылған 3 тен 8, x-ім 1-ге тен екен. Осылай x, y, z-ті таптық. Келесі осыған ұқсас үшінші есепті шығарайық. Үшінші есепті шығару үшін әрине ең бірінші коэффициенттерін жазып алайық. 3, 2 минус 1-де 4, 2 минус 1, 3-де 9, 1 минус 2, 2-де 3. 1 мен үшінші жолдың орнын ауыстырып жіберем. Сонда менде 1 минус 2, 2-ден 3, 2 минус 1, 3, 9, 3, 2 минус 1, 4 шығады екен. Так. Дұрыс. Енді осы жерден бірінші жолды көбейтемін. Минус 2-ке көбейтіп, екінші жолға қосайық. Минус 3-ке бірінші жолды көбейтіп, үшінші жолға қосайық. Так, бірінші жолды жазып қоям. 1 минус 2, 2, 3. Минус 2-ке көйтем. Минус 2, 2-ні қосам, 0. Минус 2-ке көйтем 4, екінші жолды қосам, 3 болады. Минус 2-ке көйтем минус 4, 3-ті қосам, минус 1. Минус 2-ке көйтем минус 6, 9-ді қосам, 3. Минус 3-ке көйтем минус 3, 3-ті қосам, 0. Минус 3-ке көйтем 6, 2-ні қосам, 8. Минус 3-ке көйтем минус 6, минус 1-ті қосам, минус 7. Минус 3-ке көйтем минус 9, 4-ті қосам, минус 5 болады екен. Енді мына жерде байқап отырсаңыздар, 3 пен 8 идеально мына 8-ден құтылу керекпіз ғой, бір-біріне бір қосып жіберіп, просто азайтып жіберетін келмейді. Сондықтан екінші жолды минус 8 бөлінген 3-ке көбейтіп, үшінші жолға қосайық. Сонда бірінші жол тұра берсін. Екінші жолда тұра берсін. Так, көбейтейік. 0-ге көбейткенде 0, 0-ді қосам 0. 3-ті минус 3-тен 8-ге өтем. 3 пен 3 қысқарады, минус 8 қалады. 8-ге қосам 0. Так, көбейткенде плюс 8 бөлінген 3 болады. Минус 1-ге көбейткенде оған 7-ні қосам, е? 3-тен берем минус 21, минус 13 бөлінген 3. Минус 13 бөлінген 3. Так, енді 3-ке көйтетін болсам, 3 пен 3 қысқарады, минус 8, минус 8-ге минус 5-ті қосам, минус 13. Z шықты, минус 3 бөлінген 3-тен Z, тен минус 13-ке. Минус 13 пен минус 13 қысқарады, 3 ар жаққа барады, Z тен 3-ке. Енді екінші жол арқылы y-ті алайық. Так, 3y минус Z тен 3-ке. 3y минус 3-тен 3-ке. 3y-тен 6-ға, y-тен 2-ге. Енді x-ті алайық мына жерден. Так, x минус 2y плюс 2z тен 3-ке. X минус 4 плюс 6 тен 3-ке 2 болады. Сонда x-ім 1-ге тен болады екен. Жауабы 1, 2 және де минус 3 болады екен. Кеттік. Келесі. Бұл жерде сіздерде 4 айнымалы тұр. Еш нәрсе қорқынышты емес. Соны шығара берейік. 2. Давайте бірінші сразу мына жолды жазайықшы. 1, 3, 2, 1, 11. 2, 5, 4, 1, 20. 2, 10, 9, 7, 40. 3, 8, 9, 2, 37. Мына жер сәл 92 сияқты болып қалды, е? Бір-бірінен алшақтау жасайық, шатасып кетпес үшін. Негізі Гаусс әдісінде внимательность өте жоғары рөл ойнайды. Енді кеттік. Бірінші жолды көбейтемін 2-ге, азайтамын екінші жолды. Бірінші жолды көбейтемін 2-ге, азайтамын үшінші жолды. Бірінші жолды көбейтемін 3-ге, азайтамын төртінші жолды. Сонда бірінші жол қалай бар, тура солай жаза беремін.
2-ге көйтем 2, 2-ні азайтам 0. 2-ге көйтем 6, 6-тан 5-ті азайтам 1. 2-ге көйтем 4, 4-тен 4-ті азайтам 0. 2-ге көйтем 2, 1-ті азайтам 1. 2-ге көйтем 22, 20-ны азайтам 2. Күшті сандар шықты. Так, тура сол 2-ге көйтем 2-ні азайтам 0. 2-ге көйтем 6, 10-ды азайтам минус 4. 2-ге көйтем 4, 9-ды азайтам минус 5. 2-ге көйтем 2, 7-ні азайтам минус 5. 2-ге көйтем 22, 40-ты азайтам минус 18, е? Так, 3-ге көйтем 3, 3-тен 3-ті азайтам 0. 3-ге көйтем 9, 8 азайтам минус 1. 3-ге көйтем 6, 9 азайтам минус 3. 3-ге көйтем 3, 2-ні азайтам 1. 33, 37-ні азайтам минус 4. Енді уже 1-2 амал жасасақ, шығайын деп тұрған сияқты, иә? Бізге енді мынау бұлай болса, минус 4, минус 1, минус 3-ті 0-ге айналдыру керекпіз. Давайте ол үшін бұлай жасайық. Екінші жолды 4-ге көйтейік. Екінші жолды 4-ге көйтіп, үшінші жолға қосайық. Яғни мынаны 4-ге көйтсем 4, минус 4-ге қосқанда 0 болады. Және екінші жолдан 4-ші жолды азайтып жіберейік. Кеттік. Сонда бізде қалады 1, 3, 2, 1, 11. Және де екінші жол қалады 0, 1, 0, 1, 2. Екінші жол 4-ге көйтем 0 болады. Үшінші жолда қосам 0. 4-ге көйтем 4, минус 4-ті қосам 0. 4-ге көйтем 0, минус 5-ті қосам минус 5. 4-ге көйтем 4, минус 5-ті қосам минус 1. 4-ге көйтем 8, минус 18-ті қосам минус 10. Кеттік, енді екінші жолдан 4-ші жолды азайтайық. 0-ден 0-ді азайтам 0, 1-ден 1-ді азайтам 0, 0-ден минус 3-ті азайтам плюс 3, 1-ден 1-ді азайтам 0, 2-ден минус 4-ті азайтам 6. Енді бізге мына 3-ті 0-ге айналдыру керекпіз, немесе минус 5-ті айналдырсақ болады. Ол үшін бұлай жасайық. 4-ші жолды 5 бөлінген 3-ке көбейтіп, 3-ші жолға қосайық. Сонда бізде 1, 3, 2, 1 де 11. 0, 1, 0, 1, 2. Так, 4-ші жол тұра берсін. 0, 0, 3, 0, 6. Мынаны енді 4-ші жолды көбейтем. 0-ге 5 бөлінген 3-ке көбейтем. 0 болғасын, мына екеуі еш нәрсе өзгертпейді. 0, 0 болып қала береді. Мынаған көйткенде 3 пен 3 қысқарады, 5 қалады, 5-ке минус 5-ті қосам 0. Мынаған көйтем 0, минус 1-ті қосам минус 1. 6-ға көйтем, 6-ны көйтем 5 бөлінген 3-ке қысқарады, 2, 10, 10-ға минус 10-ды қосам 0. Сонда бізде мына екі жолды ауыстырып жіберейік, сонда әдемі матрица шығады. 1, 3, 2, 1, 11. 0, 1, 0, 1, 2. 0, 0, 3, 0, 6. 0, 0, 0, минус 1, 0. Идеально шықты. Так, мына бізде x, y, z, t. Так, t-ны алайық, минусты бізде 0-ге тең екен, сонда t 0-ге тең. Z те шығып тұр, я? 3z тең 6-ға. Сонда z-теріңіз 2-ге тең екен. Келесі мына екінші жолды алайық. Y қосылған t тең 2-ге, t бізде 0-ге тең, сонда y-іміз 2-ге тең. Енді x алайық. Так, коэффициенттермен жазайық. X қосам 3, y қосам 2, z қосылған t тең 11-ге. X, y 2-ге тең 6, z менде 2-ге тең, сонда 4 қосам 0 тең 11, x тең сонда 1-ге. Осылай 4 айнымалының жауабын таптық. Құрметті студент, егер де саған бұл видео түсінікті болса, каналды қолдау мақсатында бұны группаластармен бөлісіп, каналға жазылып лайк басып қойсан болады.